Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында газ плитаны қалай тазалау керектігін жолын көрсетемін. Сіздерге лайктап, бізге осындай пебрліктің газ плитаға арналған средствосымен тазалайтын боламын. Бізге қолғап, кіріш міндетті түрде керек. Қолдарыңызды ойып жібереді. Менде осындай болып кеткен газ, майланып кеткен газ. Сіздерге осыны тазалайтын жолдарын көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Осындай майлы болып кеткен. Мен алдын ала өстіп 5 минутқа жағып аламын. Газдардың бәрін ысытып, сөйтіп газ плитаның пебрліктің средствосын жағатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жеріне ысқылап жағып шығамын. Сөйтіп құйып темір решеткасына да барлығына жағып шығамын. 15-20 минутқа қалдырсаңыздар болады. Одан да көп қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде қолғап болу керек. Иісі шығады. Обязательно порчкаларыңызды ашып қойыңыздар. Порчка, терезе иісі шығатын болады үйде болғандықтан. Біраз уақытқа қалып кеткен майлар, қатып қалған майларды да жақсы кетіреді. Мен алдынан пайдаланып жүрмін. Сіздер де пайдаланып көріңіздер. Мына 15-20 минутқа қалдырып, түрі мына осындай болып тұр, еріп майлары. Көріп тұрғандарыңыздай, алдыңғы қалып кеткен решеткасында қалып кеткен майларды ағып жатыр. Енді табағына да құйып аламын. Іші сырты барлық жеріне жағып қоямын. Жақсылап көбіректен жағып алыңыздар, өйткені көп май болса, енді аз болса аздау жағасыздар, көп болса көп жағасыздар ғой. Видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен болыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай майлардың бәрі ағып жатыр, еріп жатыр. Қатқан майлардың бәрі мына губканың көмегімен сүртіп жатырмын, кетіп жатыр.
өстіп жақсылап қырып жағып қойғаннан кейін өстіп қырып аламыз да таза болып шығады. Май емес жерлері жақсы кетеді. Егер майлы жерлер болса, қырғыштың көмегімен кетіріп алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай кетіп жатыр. Щеткаларында енді шамалы қолдың несін мен қырғышпен қырасыздар, өйткені бұл қатып қалған май болғандықтан. Өстіп қырғыштың көмегімен пайдаландым мен. Өстіп тап-таза болып шығады. Тападағы ұшым майлардың бәрі ағып тұр. Тап-таза болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай бір слой жуып шыққам. Енді екінші рет жуатын боламын. Бір жуғаным осындай болып тұр. Міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіздер. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Ұнаса менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өстіп құлағын тазалайтын боламыз. Ручкасын өстіп май болып кеткен. Өстіп шешіледі, шешіп алыңыздар даққа. Көріп тұрғандарыңыздай май болып тұр. Қазір осыны тазалап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болып шықты. Осы ручкасын, пебірліктің средствосын кішкене ғана қойып, өстіп қайнатып алдым. Майлары жақсы еріп, тап-таза болып шығады. Қырғыш
спина емес, осымен ақ кетеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма жазылып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Үлкен рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болып шықты. Мен алдыда көп талай видеолармен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.